Ассалаумағалейкум. Кішкене тест жасайық, мұқият болайық. Мына жерде қарасаңыз, ру деп тұр. Қазақшаға ауыстырамыз қазір. Қазақшаға ауыстырайық. Ал енді сіз солға бұрылғанда кімге жол бересіз дейді. Төмен түсірейін, солға бұрылғанда. Мына жерге қарасаңыз, жасыл свет жанып тұр, және плюс жанып. Плюс нені білдіреді? Плюс деген яғни ол бізге жасыл жанып тұр, мына қарсы тұрған көліктерге қызыл жанып тұр деген сөз. Яғни біз деген бірінші болып солға бұрыла береміз. Жеңіл көлікке, трамвайға, екеуіне де ешкімге деп. Жасыл. Келесі сұрақ. Сізге қай бағытта жүруді жалғастыруға рұқсат етіледі? Мына жерде 1, 2, 3, яғни біз 3-ші жолақпен келе жатырмыз. 9-шы тарау бойынша ешқандай знак жоқ болса, кез келген жолақпен тура жүруге болады. Тура жүруге болады. Және шеткі жолақтардан оңға солға. Енді бізде дәл қазір солға ештеңке жанып тұрған жоқ. Мына жерде көріп тұрмыз, негізгі сигнал тура деп тұр, яғни біз бұл жерде тура жүре аламыз. Тек тура. Ары қарай кеттік. Тура бағытта қозғалысты сіздің әрекетіңіз қандай дейді? Тура кезде дейді. Мына жерде не көріп тұрмыз? Негізгі сигнал тура және оңға деп тұр. Яғни біз тура кетіп бара жатырмыз. Мына трамвайды қарау керек. Трамвай не істейін деп жатыр. Видеосын көрейік, трамвай қайда барды. Трамвайдың оң жаққа орыты жанып тұр. Бірақ енді мына светофорға қарайық. Бұл жерде трамвайға тек тура рұқсат берді. Мына жердегі өшіп тұр. Яғни қазір трамвайға оңға бұрылуға болмайды. Біз білеміз, егер мына светофор жоқ болған кезде біз трамвайға жол беретінге, өйткені рельсті көлік рельсіз көлікке қарағанда басымдығы бар. Бірақ мына жерде 2 светофор тұр көріп тұрмыз. Мына светофор ол тек трамвайға, мынау бізге. Бізге жасыл жанып тұр, трамвайға оңға бұрылуға болмайды, тек тура жүруге. Сондықтан біз бірінші болып өтеміз. Ары қарай. Осы жағдайда сізге басып озуға рұқсат етілмейді. Мынау тұрған реверсивті жолақ. Төбеде тұрған осы жолаққа шығуға болады деп тұр, яғни мына стрелка осы полосаға айтып тұр. Яғни тракторды озуға болады ма? Болады. Егер мына стрелка өшіп тұрса, немесе мына жерде X қызыл, X жанып тұрса, онда мынаған шығуға болмайды. Ондай кезде мына үзілген сызық үзілмеген, как сплошной двойной болып саналады. Дәл қазір жасыл жанып тұрғаннан кейін мына құлпы ашық тұр, көруге болады. Яғни рұқсат етіледі. Келесі сұрақ. Сіздің қиылыста жүрісіңізді қандай бағытта жалғастыра аласыз? Осы қиылыста қай жаққа жүре аласыз дейді. Мына жерде реттегіш тұр, реттегіштің арқасы әрқашан тыйым салу белгісі. Сондықтан тыйым салынады, қозғалуға болмайды. Келесі. Қиылыстан өтіп тоқтарда сіз оңға бұрылудың жарық көрсеткішін қашан қосуыңыз қажет? Мына жерде басты жол знак тұр, біздікі значит басты жол. Оңға бұрылуға болмайды дейді. Мына жақта машина келе жатыр. Бізге сұрақ. Мына жол қиылысын өткеннен кейін тоқтауымыз керек. Біз тоқтарда оң жақ бұрылыс сигналын қосамыз. Поворот қосамыз, оң жақ. Тоқтар кезде. Бірақ мына жерде әдейі айтып, мына жерде знак бар, яғни мына жол оңға бұрылуға болмайды. Мүмкін мынау бір бағыттағы односторонний.
мүмкін, ә? Сондықтан біз бұл бұрылысты өтіп барып жағуымыз керек. Ерте жақсақ болатын еді, егер мына жерде машина жоқ болса. Біраз машина келе жатыр, біз оны шатыстыруымыз мүмкін. Сондықтан біз поворотты қашан жағамыз? Осы бұрылыс өткеннен кейін. Оқиық мына жерде. Қиылысқа жетер алдында дейді, дер кезінде тоқтамас бұрын дейді, оңға бұрылудың жарық көрсеткішін қосу қажет емес, өйткені ол авторлық автокөлік жүргісін жаңылдыруы мүмкін дейді. Қиылысқа тура жетер алдында қоссақ, мүмкін жетер алдында емес, сол қиылыстан өтіп бара жатып деп жазса мынау дұрыс болатын еді, иә. Дер кезінде тоқтамас бұрын, алайда автокөлік жүргізушіні жаңылдырмау қажет дейді. Дер кезінде тоқтамас бұрын. Мен қазір орысшасын қояйыншы, мына жерде шын айту керек, біздің қазақтың тура орысшаны сөзбе-сөз аударған сияқты. Орысшасын оқайық. Перед выездом на перекресток, так как поворот направо запрещен. Перед выездом на перекресток. Олай болатын еді, егер мына жерде машина жоқ болса. Заблаговременно перед остановкой, при этом сигнал не должен вести. Мынау жауап дұрыс. Осыны мен көздеп отырғам, мен сол қашасына айтып қояқшы. Дер кезінде емес, алдын ала. Заблаговременно деген сөз алдын ала емес. Алдын ала тоқтаудан алдын ала ертерек жағу керек, бірақ басқа көліктерге жаңылдырмау, шатыстырмау үшін. Дәл қазір мына жерде машина бар болғаннан кейін, егер даже біз поворот жағып қойсақ, өшіріп, реті келсе фарды бір рет жағып өшіріп, мынаған ескертіп, абай бол деген сияқты. Содан кейін осы бұрылыстың маңына жеткен кезде поворот жақсақ, онда дұрыс болады. Онда жауабы 2. Ары қарай 7-ші сұрақ. Қиылыстан өтіп тоқтарда сізге оңға бұрылудың жарық көрсеткішін қашан қосу қажет дейді. Жаңағы сияқты сұрақ қой. Қиылыстан өтіп тоқтарда, ол қайда қиылыс? Жаңағы сұрақ қой. Келесі сұрақ. Осы жағдайда сізге көлік құралын айналып өтерде солға бұрылудың жарық көрсеткішін қосу қажет пе дейді. Әрине, біз деген бұны айланып өту үшін жақпаймыз, біреуді озу үшін жақпаймыз. Не үшін жағамыз біз? Бұрылыс сигналы. Тоқтау үшін, қозғалу үшін, жолақтан жолаққа өту үшін, немесе оңға солға бұрылып кері айлану үшін. Дәл қазір мынаны біз үстінен ұшып өте алмаймыз. Оң жақ тротуармен жүрмейміз. Әрине біз не істейміз? Сол жақ полоса арқылы айланып өтеміз. Сондықтан біз сигналды қосамыз сол жақ. Мына сызықтан өту үшін. Сондықтан сұрап жатыр, қажет пе дейді? Әрине қажет. Дейді мына жерде, тек артқы жақындап келе жатқан көлік құралы болған жағдайда дейді. Біз біреуге тәуелді емеспіз, біреу бар ма, жоқ па? Ол даже жоқ болып көрінбеуі мүмкін, айнаға қарасақ, ешкім жоқ. Басыңды бұрып қарасаң, жанында болуы мүмкін, Негізі мына айна туралы әңгіме көп, оған біз көбірек көз жүгіртіп отыруымыз керек, мынандай жағдайға түсіп қалмау үшін. Машина бар, бірақ жоқ. Қайда кетті бұл машина? Яғни ол бізді озды. Оң жақтан немесе сол жақтан, Сондықтан бұл жерде жауабы, поворот жауу керек па дегенде, иә деп жауап береміз. Жолдың орта жолығында тұрған сізге қандай бағыттарда қозғалысыңызды жалғастыруға рұқсат етіледі? Яғни біз ортадағы жолақпен келе жатырмыз. Бұл жерде не жазылды? Тура және солға. Мына жерде жасыл жанып тұр. Сіз не деп жауап бересіз? Ішіңізде 50-50 жауап беріп жатқандар бар.
Біреулер маған қарап айтады, айтып тұр ғой, тура және солға. Яғни мен тура да жүре аламын, солға да жүре аламын деп айтып жатыр. Қалай қарайсыздар, сол дұрыс па? Комментарийға жазып қойыңыз. Бірінші жауап бермейді. Ал бір жартыңыз айтасыз, тек тура жүремін. Қайсысы дұрыс? Әрине, екіншісі дұрыс. Себебі мынау көрсетіліп тұрған белгі қаңба, тура және солға деген, тура да солға да рұқсат береді. Бірақ егер шеткі жолақта көліктер бар болса, егер мына жерде көлік жоқ болса, онда біз алдын ала мына жолаққа ауысуымыз керек. Өйткені біз білеміз ғой қайда баратқанымызды. Аяқ астынан ойға келген жоқ қой. Біз келе жатып білеміз. Мына жол келесін солға бұрылуымыз керек. Яғни біз не істейміз? Алдын ала айнаға қараймыз, сол жағына басымыз бұрып қараймыз, көзіміз жеткізіп, мына полосаға ауысып кетеміз. Егер бұл жақта 3-4 машина тұрса, әрине мынадан да бұрылып кетуге болады. Яғни ортаңғы жолақтан солға, оңға бұрылуға болады, егер ол жерде знак немесе таңба тұрса, болады. Егер шеткі жолақтарда машина бар болса. Екінші жауап бергендеріңізге дайынбыз, дұрыс айтып тұрсыздар. Осындай жағдай, яғни бұл жерде жауап береміз, тек тура деп. Компьютер ойланып қалды. Осымен болды ма? Жолдың ортасында сіз қандай бағыт қозғалысы жалғастырасыз дейді. Ары қарай кетеді. Осы жол учаскесінде сізге кері бұрылыс жасауға рұқсат па дейді. Автобустың аялдамасында, жаяу жүргіншілер өтпесінде, пешеходный переход. Көпірлерде, көпірлердің астында, жалпы қауіпті жерлерде, темір жолдың үстінде дейміз ғой, иә? Қауіпті жерлерде айлануға болмайды. Яғни бұл жерде тыйым салынады. Сіз осы қиылысқа жерде бұру көрсеткішін қосуға міндеттісіз бе дейді. Бұл деген мына знак нені білдіреді? Айналмалы, яғни шеңбер, кольцо. Иә, заң бойынша біз кольцоға кіргенде оң жақ бұрылыс сигналын қосуымыз керек. Так, міндеттісіз деп қоямыз. Келесі сұрақ. Аулаға бұрыларда сіз кімге жол бересіз? Так, аула сол жағымызда да. Біз солға бұрылу үшін әрине қызыл машинаға жол береміз, және жаяу адамдарға жол береміз. Көлік және жаяу жүргіншіге дейді. Өте дұрыс айттыңыздар, ары қарай кеттік. Көрсетілген жол белгісінен өткеннен кейін сізге көлік құралын қалай жүру жолағымен жүргізуге рұқсат етіледі дейді. Мына белгіні айтып тұр ғой. Қала бітті, яғни елді мекен біткеннен кейін қай жолақпен жүруге тиістісіз дейді. Бұл сұраққа жауап бермей тұрып, маған каналыма жазылып, лайк басып, комментарийді жазып, өздеріңіз тексеріп отырыңыздар. Менің жауап бергенім күтпей тұрып, бірінші өздеріңіз тексеріп алыңыз. Одан кейін барып, дұрыс жауабын басыңыздар. Яғни біз қаланың сыртына шыққанда 9-шы тарау бойынша мүмкіндігінше оң жақпен жүруіміз керек. Сол қаланың сыртына қатып жүретін жол ғой. Жауаптарды оқиық. Сол жақ, орта, жолдың жүру бөлігі оң жақ шетіне жақын дейді, жүру жолақтың кез келген. Мынау дұрысырақ, жолдың жүру бөлігінің оң жақ шетіне жақын. Мүмкіндігінше оң жақпен жүру. Өте дұрыс жауап бердіңіздер. Дайын, ары қарай кеттік. Қай траекториямен сізге оңай бұрылуға рұқсат етіледі? Мына жердегі мына белгі тұрған алдымызда жатқан жолымыз реверсивті жолағы бар жол. Біз оңға солға бұрылған кезде, әрине, ескі ереже бойынша оңға бұрылғанда ең басты қарсы бағытта шықпасақ болды, солға бұрылғанда дәл сондай деп айтатынбыз.
Бірақ соңғы ереже бойынша оңға бұрылғанда оң жақ жолаққа түсу керек деп айтылған. Оның бір себебі бар, өйткені мына алдымызда көлден жатқан көліктен жолдан көлік қатты келе жатса, ол деген оң жақтан ортамен обычно сол жақпен жүреді. Қауіпсіздік ретінде оң жаққа шығу керек. Ал енді солға бұрылған кезде ол ереже айтпаған. Кез келгенде шыға берсек болады, тек қарсыға шықпасақ, траекторияны дұрыс жасасақ болады. Ал енді мына сұрақ реверсивті жолаққа байланысты. Егер мына жерде мынандай знак тұрса, мына жерде реверсивті жолақ бар. Яғни біз кез келген полосаға шыға алмаймыз, оңға немесе солға бұрылғанда ең оң жақтағы жолаққа шығуымыз керек. Оң жақтағы жолақ мына жерде 2 деп. Негізі 2 деген дұрыс емес, адамдар екінші полоса деп түсінуі мүмкін. А, Б деп жазу керек еді, иә. А, Б деп жазса, онда мынау А, мынау Б деп түсінеді да. Жарайды, бола берсін, екінші жолақ деп таңдаймыз. Реверсивті жолақты білгіңіз келсе, ол не екен? Менің каналымда қарасаңыздар, сабақтар бар, жол сызықтары деген, одан басқа мына нелер бағдаршамдар туралы тақырыптар, соларды қарап отырсаңыз болады. Маневр 9-шы, 8-ші жаңағы маневрлар деген 9-шы тарауы бар. Көліктің қай жолдың қай бетінде ұстау керек деген сияқты сол тақырыптарды қарап шықсаңыздар болады. Так, мінекей мынау реверсивті жолақ, мінекей бірінші жолаққа шықтық, өйткені мына сызық әлі бізге белгісіз. Ол үзілген сызық па, или үзілмеген ба? Төбеде светофор жоқ болса, значит үзілмеген. То есть мынаған шығуға болмайды. Егер мынаған шығып кетсек, правамызда 6 ай қалып қояды. Сондықтан біз мынаған шығуымыз керек. Жауап бердік, келесі сұраққа кеттік. Сіз жеңіл көлікпен елді мекеннен тыс жол бойындағы белгілерден өткеннен кейін қандай жылдамдықпен жүруіңіз тиіс? Автокөлікпен елді мекеннен тыс, яғни қаланың сыртында жүріп келе жатқанда мына белгілерден өткеннен кейін қандай жылдамдықпен жүресіз? Мына жол ортада бөлінбеген, біздікі жеңіл машина, жеңіл машина деп айтылған. Яғни мына жолақпен біз жүріп келе жатырмыз. Яғни біз осы жолақпен 50-ден жоғары жүруіміз керек. Бірақ 100-ден төмен жүруіміз керек. Яғни 50 мен 100-дің арасында жүруіміз керек. Егер ортасында бөлініп тұрған болса, көп өсіп тұрса, онда 110-ға дейін жүруге болады. Бірақ минимум 50, өйткені знак айтып. Мына жолақпен минимум 50 мен жүр дейді. Максимум 100. Яғни мынау. Сізге мотоцикл басқарған кезде елді мекеннен шыққаннан кейін осы жол учаскесінде қандай жылдамдықпен жүре аласыз? Сіз мотоциклмен келе жатырсыз, көрпіс ортасында өргіш жолағы бар, бірақ бұл автомагистраль емес, сондықтан 110 км/сағат. Хотя мотоциклдар үшін өте қауіпті деп ойлаймын. Сізге сол жақтағы іргелес жолмен қандай жоғарғы жылдамдықпен жүруге рұқсат етіледі? Іргелес деген мынау ғой, жол қиылысы, мына знак айтып тұр. Мынау не, қаланың ішіне кіріп кетті. Мына знак қаланың ішіне кіргенін білдіріп тұр. Бұл жерде айтқысы келіп тұрғаны, біз оған дейін қаланың сыртындағы жолмен келдік қой. Қаланың сыртындағы жолмен келдік, 100-бен келдік, енді қалаға кіріп кеттік. Ол іргелес жатқан жолға бізге қатысы жоқ, өйткені бұл жерде знак тұрса, ең жоғары шектеулі. Ол знак жолды өтіп кеткеннен кейін ол знак күшіп кетті, сол туралы сұрайын деп тұр ғой. Енді біз қалаға кірдік, мына жолға қатысты емеспіз, біз деген 60-пен жүру. Бұрылып кеттік үшеуміз. Сіз жеңіл автокөлікпен мына жол учаскесінде қандай жылдамдықпен қозғала аласыз? Мынау жасылда көріп тұрмыз. Жасыл деген яғни ол автомагистраль. Автомагистральда жеңіл машиналар, естеріңізге түсіріңіздер, 1, 2, дұрыс айтасыз, 140 км/сағат. Сіздер комментарийға жазып қойыңыздар, қарап отырайын қанша адам дұрыс жауап беріп отыр екен. Қателессеңіздер ештеңе жоқ. Бұл деген оқу
барысында қате жасай берсек ештеңе қылмайды. Келесі сұрақ. Осы жағдайда жол қозғалысы ережелері бойынша қарама-қарсы жүріп келе жатқан автокөлікке жол бересіз бе? Мына белгіге қарайық. Негізі біздің алдымызда кедергі тұр. Кедергісі бар көлік жол береді, біз білеміз. Бірақ ол ереже өзгереді, егер біз тауға шығып бара жатсақ. Мына жерде 12%, 12% өрге шығып келе жатырмыз, егер біз тоқтасақ қозғаламай қалуымыз мүмкін. Егер біз ауыр затпен келе жатсақ, қыстың қозғаламай қалуымыз мүмкін, дөңгелегіміз сырғанап, жаңағы айланып. Сондықтан қарсы келе жатқан көлік тоқтап бізге жол береді, сондықтан біз бірінші өтіп кетеміз. Сіз жол бересіз ба дейді. Жоқ деп жауап береміз. Осы жағдайда қарама-қарсы жүріп келе жатқан автокөлікке жол бересіз бе? Мына жерде біз керісінше таудан түсіп келе жатырмыз. Иә. Сізге осы қиылыста басып озуға рұқсат етіле ме? Ереже бойынша тек басты жолда ғана озуға болады. Бірақ сіздерге айтатын ақыл. Жол қиылысында озбай-ақ қойыңдар. Өйткені жарайды, бұл мотоцикл. Оздық дейікші. Одан кейін КамАЗ кездесіп қалады, оны да озғымыз келеді. КамАЗдың ар жағында мына машинаны көреміз бе? Көрмейміз. Сондықтан сақтыққа қорлық жоқ. Бір 2-3 секунд, бар жоқ 2-3 секундтан кейін мына жол қиылысын өтіп кетеміз. Оны озамыз. Мына сұраққа енді бұл тең дәрежелі жол болғаннан кейін жоқ. Өйткені мотоцикл жол беріп жатыр, оң жақтағы кедергі. Сізге көрсетілген жерде тоқтап тұруға рұқсат па дейді. Мына знактың айтып тұр ғой, тоқтауға болмайды дейді. Яғни жоқ. Ұзақ демалу жоқ. Бұл жерде автобус туралы сөз жоқ екен. Жоқ деп жауап береміз. Сізге көрсетілген жерде тоқтауға рұқсат етіле ме? Сары сызық. Сары сызық болды, тоқтауға болмайды деген сөз, тыйым салынған. Ары қарай. Сізге көпірдің жол өтпесі астында тоқтап тұруға рұқсат па? Ешқашан көпірдің астында, әрине жақсы көлеңке, тұруға болмайды, өйткені ол алыстан көрінбейтін жер. Тыйым салынады. Мына жерде басқа сұрақ жоқ па, бұзылып қалды деген сияқты. Тыйым салынады. Елді мекеннен тыс жерде сізге көрсетілген қай жерде аялдауға рұқсат етіледі? Елді мекеннен тыс жерде. Қаланың ішінде біз екі жаққа тоқтай береміз, егер екі ақ жолақты жол болса, одан артық болса тек оң жаққа тоқтаймыз. Ал қаланың сыртында маңызды емес, қанша жолақ болса тек оң жаққа. Және асфальт үстіне емес, асфальттан шығып тоқтау керек. Біздің сабақтарымызда мен айтам, осы және басқа да сабақты білгілеріңіз келсе, ол тек емтихан тапсыру үшін емес, достар. Ол сіз келешекте рөлге отырып қауіпсіз жүру үшін. Ол біреу үшін емес, бұның бәрі өзіңіз үшін. Мысалы үшін мына машина тоқтай салды, ол артынан келіп біреу соғуы мүмкін ба? Сондықтан машина жүретін жерге тоқтауға болады ма? Жоқ. Сондықтан жолдың шеті, жиегі, орысша айтқанда обочина, мына жерге тоқтау керек. Яғни бұл жерде кім дұрыс тоқтап тұр? Үшінші көлік дұрыс тоқтап. Көрсетілген қай жерде сізге аялдауға рұқсат етіледі? Қала бітті дейді. Қала бітті. Қаланың ішінде тоқтап тұр, қаланың сыртында тоқтап тұр. Яғни 2 мен 3-ке тоқтауға болады. Ең бастысы мына знакқа жақын тұруға болмайды, өйткені мына знакты жауып қоюға тоже болмайды. Егер жеңіл машина болса, жарайды. Үлкен жүк көлігі, автобус болса, онда мүмкіндігінше ар жаққа тоқтау керек. Енді қазір рұқсат етіледі дейміз, 2 және 3. Көрсетілген қай жерде сізге аялдауға рұқсат етіледі дейді. Әрине 2. Бұл жолдың ортасына, бөлу жолағына тоқтауға болмайды. Сынықпаса, конечно, болады, енді бұл әдейлеп тоқтауды айтады. Амалсыз емес. Оңға бұрылу кезінде сіздің әрекетіңіз
бізге негізгі сигнал қызыл жанып тұр, қосымша сигнал жанып тұр. Бірақ бізге қызыл жанып тұрса, яғни мынаған жасыл жанып тұр деген сөз. Сондықтан мына көлікке біз жол береміз. Жеңіл көлікке жол беріп бұрыласыз дейді. Осы жағдайда солға бұрыларда кімге жол бересіз? Бізге жасыл жанып тұр, әрине мынаған да жасыл жанып тұр. Солға бұрылған кезде оң жағымыздан кедергі болады, иә? Біз солға бұрылған кезде қарсы келе жатқан машина тура жүрсе, оңға жүрсе, жол береміз. Мына машина қызыл көк емес, сары жыпылдауық, сары жыпылдауықтың ешқандай басымдылығы жоқ біздің алдымызда. Сондықтан біз тек автобусқа жол береміз. Жол қозғалыс ережелері бойынша қиылысқа шығардағы сіздің әрекетіңіз. Әрекетім мынаның оң жағында кедергі, яғни біз бірінші кіріп кетеміз, оң жаққа орын жақ. Қиылысқа шығарда сол жақтан жақындап келе жатқан көк түсті көлікке жол бересіз, дұрыс емес. Қиылысқа шығарда сол жақтан жақындап келе жатқан көк түсті автомобильге жол бермейміз дейді. Осы жағдайда оңға бұрыларда сізге кімге жол бересіз? Адамға да, велосипедке де, екеуіне де жол береміз. Армандаймыз. Сары бағдаршам үнемі жібоқтап тұрғанда қиылыстан тура бағытта жылжыпке жол бересіз. Мына жерде бізде знак бар. Сары жыпылдап тұрса, яғни біздікі басты жол. Басты жол болғандықтан біз екеуіне де жол бермейміз. Өйткені біздікі басты жол. Бірақ бір ескертіп кететін нәрсе, егер мына жерден адам өтіп барса, адамға жол береді. Өйткені адам ол көлік емес, адам әрқашан басымдылығы бар. Өйткені тротуардың жалғасы ол пешеходный переход. Оны ұмытпайық. Так, мына жерге ешкімге жол бермейміз деп айтамыз. Оңға бұрыларда кімге жол бересіз? Оңға бұрыларда. Біз оңға бұрылып отырмыз. Мынаған да екі адамға да жол береміз, иә? Екі жаяу жүргіншіге де жол береміз. Енді былай деп айтуы мүмкін, біз өзіміздің бағыттағы адамға ғана жол береміз, бірақ мына жерде қарасақ, екі жолақтағы жол ғой. Екі жолақтағы жолда адам екі аттаса болды, біздің бағытымызға жетіп келеді, иә? Сондықтан екеуіне жол беруге дұрыс. Егер кең жол болса, онда мынаған жол бермей-ақ қойды. Егер қиылыстың артында кептеліс пайда болса, қиылысқа шығуға рұқсат етіле ме дейді. Қиылыстың артында, мүмкін қиылыстың ар жағында деп айтылып жатыр. Қиылыстың ар жағында. Мына жерде қиылыстың ар жағы кептеліс болып тұрған, әрине кіруге болмайды. Оңға солға бұрылып кетуге болады, әрине. Тура жүруге болмайды. Мына жерде тура деп сұрақ қойған ба? Рұқсат етеді, тыйым салынады, бұрылу және керіліп тұру үшін рұқсат дейді. Яғни мынаны жауапкершілік болады. Сіз солға бұрыларда кімге жол бересіз? Автобусқа және адамдарға. Мына знакқа қарамаймыз. Өйткені жасыл жанып. Светофор жанып тұрғанда мына знак керек жоқ. Яғни автобусқа және адамдарға. Осы жағдайда сізге теміржол өткелін өтуде рұқсат етіле ме? Мына жерде күзетші тұр, арқасымен, кеудесімен қолын екі жаққа созып, яғни жүруге болмайды. Осы жағдайда теміржол өткелінен өтерде сіздің әрекетіңіз. Шлагбаум ашық тұр, бірақ қызыл жанып тұр. Әрине, қызыл жанып тұрса, біз өтпейміз, иә? Шлагбаум рұқсат ету нұсқасын басшылыққа алып өтіп кетеміз дейді. Бағдаршамның алдына келіп тоқтау қажет, өйткені бағдаршам тыйым салу белгісі қосылып тұр. Егер жақындап келе жатқан пойыз болмаса дейді, жоқ, ондай болмайды. Яғни жауап екі. Мен тез оқып жатсам, өздеріңіз оқып алыңыздар, енді жауап. Сізге автомагистральда механикалық көлік құралын сүйретуді жүзеге асыру рұқсат етіле ме? Әрине бола береді. Ең бастысы 50-ден аспай жүрсек болды.
механикалық көлік құралын сүрөтөдү, сүрөтүүгө болады. Бузулуп калса не істейміз? Сүрөтөбүз. Осы жол белгісі орнатылған жол учаскесінде жүру кезінде сізге мынау енді қатты бүйірден соғатын жел деп тұр, осы белгіні көргенде біз абай боламыз траектория жасаған кезде. Өйткені машинаға ие болу қиын болуы мүмкін. Жылдамдықты азайту және автомобильдің жүру траекториясын болжамды ауытқуына дайын болу қажет дейді. Осы дұрыс болу керек. Жылдамдықты өзгертпейміз дейді, жылдамдықты өзгертпе дейді. Өзгертпе болмайды. Жылдамдықты мүмкіндігінше азайту керек, өйткені бұрылыс қой алды. Қатты желден рөлге ие қалуымыз әбден мүмкін. Тем более мотоцикл кетіп жатыр алдымызда. Осы жағдайда сіз қай траекториямен қозғалысыңызды жалғастырасыз дейді. Мына белгі ортада тұр, көріп тұрсыздар ма? Бұл уақытша қойылған белгі. Яғни уақытша қойылған белгіге бағынамыз. Сондықтан біз тек тура ғана жүреміз. Траектория бір. Көрсетілген траекториялардың қайсысымен сізге өз қозғалысыңызды жалғастыруға рұқсат етіледі? Кольцо. Кольцоға әрине былай қарай кетіп қалмаймыз, Біз 2-ге барсақ та болады, 3-ге де барсақ болады. 2 және 3. Неге 2 дейді? Тоқта. Неге 2 дейді? Бұл жерде қараңыз, мен байқамай қалдым. Кешіріңіздер, знак оңға бұрылуға болмайды. Көрдіңіз ба? Менде қайтпас болады. Асығыстық жасауға болмайды, Сондықтан тек 2. Дұрыс па? 2. 2. Мына жерде знак. Мен өзім байқамай қалдым. Көрдіңіз ба? Болды ма осымен сұрақ? Тағы сұрақ. Болды. Көрдік па? Соңғы сұрақта қателесіп қаптық. Өкінішке орай дейміз. Бірақ сіздер деген 32-сіне жауап берсеңіз болды. Бірақ сіздер тест жасаған кезде 32-ге жеттім деп қуанбаңыздар. Мына 36 бар ғой, 36-тан жоғары. 36 ең төменгі результат болу керек. Осыны есте сақтап алыңыз. 36-тан жоғары қарай. Менде қазір бір қате шықты, -1. Емес енді. Енді әділеп жасаған жоқ, мұқиятсыздықтан, Сіздерге айтып отыр, өзім мұқият болып қалдым, Мұқият болыңыздар. Енді негізі бір сұраққа 1 минут уақыт береді, 40 сұрақ 40 минут. Әрине 1 минут ойланып отырудың қажеті жоқ қой, енді тез жауап беретін тез жауап береміз, кейде ойланып қалатын жерде ойланып қаламыз. Тастап кететін жағдай болса тастап кетіп жатамыз емтихан кезде. Осындай жағдай. Егер осы тестті алып менімен дайындаламын десеңіздер, хабарласыңыздар. Мен тестті сіздерге 2 айға ашып беремін. Қатемен жұмысы бар ішінде. Және қосымша сабақ аламын деген азаматтар болса, қосымша сабақ алады. Өйткені ертең рөлге отырасыздар. Ең маңыздысы сол рөл. Правда емес, рөл. Құдай сақтасын. Праваласап, көп ұзамай апатқа түсіп жатқандар бар. Өте қиын жағдайға түсіп жатқан сондайлар көп. Сондықтан өздеріңізді де, өзгені де ренжітпей, жақындарымызды қайғыртпай деген сияқты. Аман есен болайық. Келесі сабақтар кездескенше қош сау болып тұрыңыздар. Комментарий жазып, каналға қолдау көрсетіп қойыңыздар.